Сәлеметсіздер ме арна көрермендері, қазақша тілдерінің дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Бүгін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Сенат отырысына қатысты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады деп жазады Адырна ұлттық порталы. Мемлекет басшысы алдымызда тұрған негізгі мақсат еліміздің тұрақтылығы, қауіпсіздікті сақтап қалу, Қазақстанның жарқын болашаққа қарай қарқынды дамуына жол ашып беру екенін атап өтті. Келесі жылы барлық саладағы реформалар жалғасын табатын болады. Биыл еліміз зор қатерге тап болды. Дегенмен біз қиындықтың бәрін еңсердік. Барлық салада жүйелі реформаларды қолға алдық. 3,5 жыл бұрын басталған саяси өзгерістер биыл тың қарқынмен жалғасты. Реформаның ауқымы кеңейді. Біз үшін бұл өзгерістерді жалпыұлттық диалог арқылы жүзеге асыру өте маңызды. Осы мәселеге байланысты парламенттің рөлі әлдеқайда жоғары болмақ. Сондықтан келе жатқан парламенттік сайлауға мен өзім мемлекет басшысы ретінде айрықша мән беріп отырмын. Бұл ретте сайлау еліміздің заңына сәйкес әділ және ашық өтуге тиіс деді. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев азаматтардың мемлекет басқару ісіне қатысу мүмкіндігін біртіндеп арттырып жатқанымызды және конституциялық реформалар арқылы көптеген өзгеріс жасағанымызды атап өтті. Күшті парламенті бар президенттік республика жүйесіне көштік. Президенттің жақын туыстарына жоғарғы лауазымдарды иеленуге тыйым салынады. Ал президенттің өзі қызмет атқарған кезде ешбір партияға мүше болмауға тиіс. Бұл талап заң жүзінде бекітілді. Мемлекет басшысы саяси күштердің бәрінен тысқары тұрады. Енді президент 7 жылдық мерзімге бір рет қана сайланатын болады. Яғни билікті жеке дара иеленуге жол берілмейді. Жоғарғы лауазым иелері ауысып отырады. Саяси үдерістер ашық, саяси жүйе орнықты болады. Бір қатар өкілеттіліктер президенттен парламентке, орталықтан аймақтарға берілді. Аралас сайлау жүйесі енгізілді. Парламенттің рөлі және мәртебесі артты. Саяси партияларды тіркеу тәртібі жеңілдеді. Аталған маңызды өзгерістер конституцияға енгізілді. Елімізде жалпыұлттық референдум және президент сайлауы өтті. Жұртшылық реформаларды қолдап дауыс берді деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Мемлекет басшысы адам құқығын қорғау саласында әрдайым айрықша мән беретініне тоқталып, соңғы жылдары бұл бағытта айтарлықтай ілгерілеу бар екенін айтты. Өлім жазасына бір жола тыйым салдық. Тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған адамдарға жаза қатаяды. Сот реформасы жүзеге асырылып жатыр. Заң үстемдігі және қазылардың дербес әрі адал болуы басты назарда. Тағы да қайталап айтамын. Әділдік пен заңдылықты қамтамасыз ету мемлекеттің міндеті. Қоғам бізден осыны күтіп отыр. Сондықтан биыл адам құқығын қорғау жүйесін жетілдіру жұмысы жалғасты. Адам құқықтары жөніндегі уәкілге конституциялық кепілдік және иммунитет берілді. Бас прокурордың құқық қорғау құзыреті күшейтіледі. Конституциялық соттың құрылуы аса маңызды қадам болады. Бұл орган жаңа жылдан бастап жұмысқа кіріседі. Ол ата заң нормаларының қатаң сақталуын қамтамасыз етеді. Конституциялық сот азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау ісіне зор үлес қосады деп сенемін деді мемлекет басшысы. Президенттің айтуынша бұл бастама азаматтардың өз құқығы мен еркіндігін қорғауына жаңа мүмкіндік береді. Конституциялық соттың мұндай моделі дамыған елдердің көпшілігінде қолданылады және конституцияның үстемдігін орнатуға ықпал етеді. Азаматтардың конституциялық құқықтарының бұзылуына қатысты өтініштерімен жиі айналысатын бас прокурор мен адам құқықтары жөніндегі уәкіл конституциялық сотқа жүгіне алады. Қараша айында парламент конституциялық сот туралы конституциялық заң қабылдады. Ол оның жұмысын тәртібін реттейді және конституциялық іс жүргізу принциптерін анықтайды. Қазіргі уақытта конституциялық сот аппараттарын реформалау жұмыстары аяқталып келеді деді мемлекет басшысы.